ей қазақ, сенде жерің жоқ дегені. Қырғыздар өздерінің әнұрандарын өзгерткелі жатыр. Алайда бүгіндері ол кісінің қолында билік бар. Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Қырғыздар енді әнұрандарын өзгерткелі жатыр. Ойлап қараңыздар, мемлекеттік гимнін өзгерткелі жатыр. Қырғыздар осыған ресми түрде кірісті. Ақпарат министрлігі ресми түрде хабарлады. Конкурс басталды Қырғызстанда әнұранын өзгертуге. Бұл қырғыздар көзілеспес жылдамдықпен қимылдап жатыр елін өзгертуде. Яғни олар тіпті тойдың өзіне 250 адамнан артық келмесін деген заңды талқылады. Одан бөлек жемқорларды міндетті түрде жазалайтынын, сонымен қатар қырғыздар тіпті астанасы Бішкектің өзін ауыстыруды талқылап жатыр. Енді қараңыздар, ресми түрде қырғыздар өздерінің әнұрандарын өзгерткелі жатыр. Байқау жарияланды. Енді Қырғызстандағы атақты жазушылар, ақындар, композиторлар, өнер адамдары осы конкурсқа қатысқалы жатыр. Қырғыздарда әнұран өзгергелі жатыр. Көрші отырған Қырғызстанда әнұран өзгергелі жатыр. Депутаттардың айтуына қарағанда, қырғыздардың әнұраны қиын әрі кеңес одағы кезінде қабылданған мемлекеттік рәміздер болсын, жалпы бұлардың барлығын өзгерткелі жатыр. Бұл туралы жоғарғы кеңештің спикері Нұрланбек Шакиев хабарлаған болатын. Ол былай дейді: біз туды өзгерттік, енді әнұранды да жаңарту қажет. Өйткені қазіргі әнұран қабылданған кезде біз кеңес одағынан енді ғана шығып, тәуелсіздігіміздің алғашқы қадамдарын жасап жатқан едік. Қазіргі әнұранды орындау қиын, оны барлық қырғызстандық айтып шыға алмайды деген болатын. Яғни біз кеңестер одағынан енді ғана шыққан болатынбыз. Бұл әнұран қиын. Былайша айтқанда, енді біз өзімізге жаңа әнұран. Өйткені қырғыздар мемлекет ретінде толыққанды қалыптасып жатыр. Сонымен қатар енді ол кеңес одағындағы белгілі бір нәрселерден арылу мақсатында, яғни кеңес одағынан енді ғана шықтық деп отыр сол кезде. Қазіргі кезде тәуелсіздігімізге қадамдар жасап жатқан кезде қабылданған әнұранды енді өзгертіп бұлар жаңартқалы жатыр. Мен бұл видеода міндетті түрде қырғыздар туралы ғана айтқалы отырған жоқпын. Себебі бұл күндері мына жақта жоғарғы кеңештің депутаттары болса, осы бастаманы айтып, оны талқылап жатқан. Қазақстанда да бір кездері депутат болмай тұрып, бір кісілер біздің әнұран туралы айтқан болатын. Ол адам бүгіндері депутат болып парламенттің төрінде отыр. Өзінің айтыс айтқан сөзін ұмытып қалмаған шығар деп ойлаймын, Ринат ағамыз. Қазақтың үш биі Төле би, Қазыбек би, Айтеке билерге арналған айтыс кезінде Ринат Заитов ақын кезінде, депутат кезінде емес, ақын кезінде біздің әнұранға байланысты былай деген болатын: сол әннің білуші едім қайырмасы, менің елім, менің жерім деп басталарын, бүгінде менің елім дегенге түйіледі рас қабағым. Әй Нұрлан, білесің бе біздің көке, жерім деген сөзді неге ап тастағанын? Менің жерім деген сөз әнұранда қазақ үшін жанып тұрған от боп еді, сол сөзді бүгін алып тастағаны, ей қазақ, сенде жерің жоқ дегені. Ринат Заитовтың айтқан осынау сөздері, айтыста айтқан сөздері, бүгіндері ол кісінің ойында бар шығар деп ойлаймын. Әрине үміттенемін. Енді депутат болып келмей тұрып, Ринат Заитовтың билікті қалай сынағанын баршаларыңыз жақсы білесіздер. Бүгіндері депутат болып парламентте отыр, қолында билік бар, қанша дегенмен заң шығарушы орында отыр. Және осындай әнұран болсын, елтаңба, мемлекеттік рәміздерге байланысты мәселелерді парламентсіз талқылау мүмкін емес. Ал Ринат Заитов парламенттегі атақты депутаттардың бірі. Демек, қолында билік бар. Бір кездері айтыста айтқан арманын, айтыста айтқан осынау сөздерін орындауға, іс жүзінде жүзеге асыруға тамаша мүмкіндік, таптырмайтын мүмкіндік. Ол кезде айтар еді: "Я, менің қолымда билік жоқ, мен айтыскермін, айтамын" деп айтар еді. Алайда бүгіндері ол кісінің қолында билік бар және өзгертуге деген ұмтылысы да бар деп үміттенемін. Ал қалай ойлайсыздар, жалпы Ринат Заитов айтыс кезінде айтқан сөздерін парламентке барғанда орындап жатыр ма? Қалай дегенмен де кезінде осы сөздерді айтты ол кісі. Ал билікке барды қазіргі кездер. Жарайды, өз кезінде сынап жүрген партияның атынан барып, неше түрлі билікке мәлімдемелер жасап жүрген адам кейіннен депутат болып сайланғанына қуандық қой, енді қазақтың мүддесі үшін қызмет етеді деп.
енді айтыста айтқан осынау сөздері, мысалы бір ғана, мысалы әнұранға байланысты қырғыздар өздерінің әнұрандарын өзгертіп жатыр ғой, кеңес ол әнұранды қабылдаған кезде дейді, біз кеңестер одағынан енді ғана шығып, енді ғана жаңағы тәуелсіздіктің дәмін татып жатқан кездеріміз болатын, яғни көп нәрседен әлі арыла алмаған кездеріміз. Енді сол кездегі әнұранда кеткен олқылықтарды түзету үшін енді олар қырғыздардың рухын оятатын, қырғыздардың мемлекеттілігін айқындайтын, әрбір қырғыз үшін жаңағы отаншылдықты дәріптейтін әнұранды қайтадан өзгертіп келе жатыр. Қиын нәрсе, әрине қиын. Өйткені әнұран деген ол мемлекеттің, былайша айтқанда, негізгі әні ғой, негізгі әні. Сондықтан қырғыздар бұл нәрсеге өте мұқиятпен қарап отыр. Тіпті тойының өзіне 250 адамнан артық келмесін деген заңды енгізгелі жатқан, коррупциямен күресте қаншама жетістікке жеткен Садыр Жапаров, көлік салығын алып тастаған қырғыздар билігі, сонымен қатар жақында ғана қырғыздар елінде астанасының өзін Бішкектен ауыстыру туралы талқылап жатқан қырғыздар елінде әнұранды өзгертуге енді байқаудың жарияланып жіберу, бұл соншалықты таңғаларлық жағдай емес, және бұл сіздерге үлкен сәттілік тілеймін, қырғыз бауырлар. Ал қалай ойлайсыздар, сіздерге сұрақ. Енді бір кездері Ринат Саитов ағамыз да айтыста жүрген кезде, парламентке келмей тұрған кезде осынау сөздерді айтты ғой. Енді бұл кісінің ойында бар ма екен қазір парламентте отырғанда?